Соңғы жылдары қалаларда электросамокат мінушілердің қатары артып келеді. Бұл қолайлы және арзан көлік, дегенмен қауіпсіздік мәселесіне қатысты сұрақ бар. Өкінішке орай электросамокаттармен байланысты жол көлік оқиғалары көбейген. Әсіресе жаяу жүргізушілер жолында және тротуарда көп жүреді. Бұл тұрғындардың наразылығын тудыруда. Көлік жүргізушілер де самокат тебушілердің жол ережесін сақтамайтынын айтады. Жалпы электросамокаттардың қозғалысын реттейтін заңнама бар. 2022 жылы техникалық талаптар бекітіліп, 24 жылы жол қозғалысы ережелеріне тиісті өзгерістер енгізілді. Тротуарда самокатпен сағатына 6 шақырымнан асырмай жүру керек. Ал жолдың жүріс бөлігінде 18 жасқа толмағандарға самокат тебуге тыйым салынған. Кей жағдайда жүргізуші куәлігі де қажет. Бірақ самокат тебушілердің бәрі бірдей бұл нормаларды сақтап отырған жоқ. Мәселен, жаяу жүргіншілер тротуарында самокаттармен жүру жиі кездеседі. Ал арнайы тұрақтардың жоқтығы ретсіз тасталған самокаттардың көбеюіне себеп болып отыр. Полиция ай сайын мыңдаған құқық бұзушылық тіркейді. Ішкі істер министрінің орынбасары Игорь Лепеханың айтуынша, жыл басынан бері электросамокаттың қатысы бар 361 жол көлік оқиғасы тіркеліп, 365 адам жарақат алған, бір адам қаза тапқан. Самокаттарды жалға беріп отырған кикшеринг компаниялардың жауапкершілігін күшейту көзделіп отыр. Четкие места для парковки. Бұл да тиімді шара болар еді. Әкім қай көшеде, қандай уақытта жүруге рұқсат беріп, қайсысында тыйым салу керектігін өзі анықтай алады. Осылайша аумақтарды белгілеуге мүмкіндік туады. Бірақ ол кезде депутаттар бізді қолдамады, сондықтан осы мәселе қайта туындап отыр. Бәріміз жаяу жүреміз, жаяу жүргіншілердің жолы толық жабылып қалады. Амалсыздан адамдар айналып өтуге мәжбүр. Бұл кикшеринг компаниялардың жауапкершілігі. Кезінде норманы енгізгенде компаниялар депутаттардың алдында барлық техникалық жағдайды жасаймыз деп сендіргенді. Көріп отырғандай олай болмай шықты. Премьер-министрдің айтуынша бірнеше елде электросамокаттарды қолдануға шектеулер енгізілген. Өз кезегінде Бектенов ішкі істер министрлігіне қолданыстағы заңнамаға тиісті түзетулер енгізуді жылдамдатуды тапсырды. Жыл басынан бері электросамокаттардың қатысуымен 360-тан астам оқыс оқиға тіркелді. Жолдауда мемлекет басшысының осы өзекті мәселеге назар аударуы кездейсоқ емес. Әлемдік тәжірибе бірқатар елдерде мұндай көлік құралдарынан толық бас тарту немесе оған шектеу қою шаралар қолданылғанын көрсетіп отыр. Мәселен, Парижде 2023 жылдың қыркүйек айынан бастап самокаттарды жалға алуға тыйым салынды. Өкінішке орай, жалпы жолдағы қауіпсіздік мәселесі алаңдатарлық. Вице-министр биылғы жол апаттарының негізгі себебі жолдағы тәртіптің төмендігінен деп отыр. Оқиғалардың 90% автокөлік жүргізушілердің кінәсінен болады. Жыл сайын полиция 13 миллионға жуық ереже бұзу фактісін анықтайды. Соңғы күндері елде 3 жол апатынан 25 адам қаза тапты. Әселім Қалкен, Ахмедияр Алиясов, Хан ТВ, Астанадан.